Хусанов деген сияқты айтып жатыр да. Күшті ойнады бірақ. Сити, жалпы Ситидің құрамында бір абыроймен алып шыққан қорғаушылардың бірі болды ғой. Дегенмен мына Ливерпульге қарсы қайтадан оң қапталда қорғаушы позициясына шығады деп ойлайсыңдар ма? Әрине. Ойламаймын. Жоқ қой енді оң қапталда қорғаушы. Рика Льюис. Рика Льюис ол жартылай қорғаушы негізгі позициясы. Опорник. Сол. Бірақ осы маусым Оң басында. қапталда ол катастрофа істеп жатыр ғой, не істейді ол, қалай қояды оны. Амал жоқ қойып жүрді, енді Хусановты қояды. Бірақ енді сол Рика Льюис шабуылда көмегі мықты. Мысалы анау Арсеналдағы Зинченко сияқты шамамен салыстыратын болсақ ше. Рика Льюисті ол шабуылға қазір керегі жоқ, қорғанысты мықтау керек болып тұр ғой. Қорғанысты мықтап школ өткізіп алды да кеше Реалдан. Енді ол ойында енді қорғанысты. Ол жерде енді Хусановтың кінәсі аз болды. Сен Рика Льюис шығарғанда ол 5 гол өткізетін еді, мен саған айтайын. Дәл кей. Ереке, сізге қалай болып жатыр өзбекстандық футболшы? Өте күшті, керемет. Ұнап жатыр маған. Тамаша. Керемет ойнады. Ризамын. Манчестер Ситидің негізгі ойыншысы болу керек. Өте ерекше стиль, асықпай жүреді, бойы ұзын, жылдамдығы өте керемет. Қорғаныстан шабуылға жақсы араласып жатыр. Жылдамдығы да бар, стартовый рывок, физика, мынау агрессивті отбор мяча дейміз, өте тамаша. Подкаттар қандай керемет. Ана Винисиус дегенді тырп еткізбеді ғой кеше, нөл кәдімгі, полез. Винисиусты көрмей кетті ғой ойын соңына дейін. Мбаппе ғана ойнады ғой кеше. Хусановтың қалтасынан қарап көрмедіңіз? Әрине, Хусановтың қалтасында Винисиус қазір. Так что анау деген әлемдегі топ защитниктердің бірі болады, легенда болады, өте керемет. Бәрекелді. Жас қой ол еще.